Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Үш тілде оқыту заман талабы десек, оны меңгерту бүгінгі ұстаздардың міндеті болып табылады. Сол міндетті атқарып жүрген номері 9-шы Жолдасбеков атындағы лицейдің биология пәні мұғалімі Абдрашева Нұргүл Тұрдалиевна бүгінгі осы КВИЛ әдісімен пән мен тілді кіріктіруде өз биология сабағыңызда қандай әдіс-тәсілдерді пайдалану тиімді деп ойлар едіңіз? Енді біздің осы КВИЛ-дің негізгі мақсаты кіріктірілу, тілдің құзыреттілігін арттыру барысында ағылшын тіліндегі термин сөздермен негізгі сөздердің анықтамасын білу мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Негізі біздің негізге алған 4 дағдымыз тыңдалым, айтылым, жазылым қолданып негізге алып сүйеніп сабақ өтіп жатырмыз. Рахмет, шығармашылық табыс тілейміз.